Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге үйден шықпай-ақ, талон алып кезекке тұрмай-ақ, медициналық қызметтерді қалай тез алу керектігін көрсететін Дамумед мобильді қосымшасымен таныстыратын боламын. Қолдау ретінде видеоға лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Дамумед мобильді қосымшасының негізгі мақсаты медициналық қызметтерді барынша қолжетімді ету. Яғни сіз өзіңіздің электронды денсаулық картаңызды ашып, осында ұсынылатын барлық қызмет түрін еркін пайдалана аласыз. Дәрігерге қаралу үшін бұрындағыдай алдын ала хабарласып, оператордың жауап беруін күтіп, немесе арнайы емханаға барып тіркелудің қажеті жоқ. Осы қосымша арқылы сіз дәрігердің қабылдауына жазыла аласыз. Бұл қосымшаның бір артықшылығы, дәрігердің қабылдауына жазылған күн жақындаған кезде сізге арнайы хабарлама келеді. Бұл қосымшаның тағы бір көмегі, дәрігер жазып берген рецепттердің барлығы осы қосымшада тұрады. Кез келген уақытта дәрігердің не жазғанын оқып, қандай дәрі керектігін, оны қалай қабылдау керектігін біліп отырасыз. Бұл мобильді қосымшаның тағы бір артықшылығы, еңбекке жарамсыздық парағын емханаға бармай-ақ қолыңызға ала аласыз. Бұл мобильді қосымшада дабыл түймесі деген бар. Дабыл түймесі ерекше санатқа жататын емделушілерге арналған. Ол санатқа жүкті әйелдер, 5 жасқа дейінгі балалары бар ата-аналар және диспансерлік тіркеуде тұратын науқастар жатады. Осы санатқа жататын барлық адамдар осы батырманы баса алады. Оған тіркелу үшін медициналық ұйымыңыздағы учаскелік дәрігерге жүгінесіз. Ал егер сіз бұл санатқа жатпасаңыз, онда дабыл түймесін қолдана алмайсыз. Егер де денсаулығыңыз жедел емдеуді қажет ететін болса, онда 103-ке хабарласасыз. Сонымен қатар, барлық зертханалық сараптамалардың қорытындыларын, лабораторияның нәтижелерін осы қосымшадан көруге болады. Сонымен бұл мобильді қосымшаның басты артықшылықтары онлайн режимде емханаға қолжетімділік, аурулардың алдын алу, дәрігерлер мен емделушілердің уақытын үнемдеу және емделуші тарапынан өз денсаулығына деген жауапкершілік. Дамумед мобильді қосымшасын қолдану үшін жасы 16-дан асқан болу қажет және тіркеліп, профилін растау қажет. Келесі кезекте бұл мобильді қосымшаға қалай тіркелу керектігін көрсететін боламын. Ол үшін Play Market'тен немесе App Store'дан Дамумед мобильді қосымшасын жүктеп аламыз. Келесі кезекте біз тілді таңдаймыз. Ары қарай аймақты таңдаймыз. Және жоғарғы жағында кіру деген батырманы басамыз. Кейін тіркелу деген төменгі жақта батырманы басасыздар. Және де осы беттегі барлық мәліметтерді толтыратын боласыздар. Бірінші кезекте латын әріптерімен логинді ойластырып жазамыз. Келесі кезекте сізге қатысты мәліметтердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін үлкен және кіші латын әріптерін, цифрлар мен арнайы таңбаларды қамтитын күрделі парольді ойлап табамыз. Ары қарай сіздер барлық мәліметтерді толтырып жазасыздар. Ең соңында суретте көрсетілген таңбаларды жазып, кодты сұраймыз. Сізге телефон номеріңізға SMS код келеді. Сол кодты осы жерге жазып шығамыз. Және де почтаңызды жазасыздар. Тілді таңдаймыз. Ең соңында біз тіркелу деген батырманы басамыз. Осымен тіркелу сәтті аяқталады. Ары қарай сіздер қосымшаға өз логиніңіз бен пароліңізді енгізіп кіре аласыздар. Пайдаланушы ретінде сіздер келісімді қабылдайсыздар. Егер сіздерге қажет болса, осы мобильді қосымшаға кіру кодын орнатуға болады. Сіздерге берілген ақпарат пайдалы болса, видеоға лайк басып, пікір қалдырып кетуіңізді сұраймын.
Егер де арнаның тіркелмеген көрермені болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз. Себебі алда медицинаға байланысты барлық пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.